Армысыздар достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып өте ауқымды тақырып. Не деген десеңіздер, көп адамдар отбасылық пакет ашады, яғни семейный пакет. Сол депозиттерді біріктіретін кезде бастары ауырып жүреді. Яғни мемлекеттік сыйлыға қалғаннан кейін қандай да бір бағдарламаға қатысу үшін, немесе ипотека рәсімдеу үшін жаңа депозиттерді бір адамға жиыстырады ғой. Вот сол депозиттерді жиыстыру барысында қандай құжаттар керек, не істеу керек, қандай қадамдарға бару керек, әсіресе 18-ге толмаған балалардың депозитін қалай біріктіру керек, соны білмей жатады. Бүгінгі тақырып сол, яғни отбасылық пакет депозиттерді табыстау, орысша айтқанда уступка. Мұқият жақсылап тыңдап алыңыздар достар, қолдарыңызға қалам, жаңағы қағаздарыңызды алып, керекті жерін өздеріңізге түртіп жазып отырыңыздар. Сонымен тақтаға назар аударыңыздар. Достар, ең бірінші отбасылық пакет депозит ашқан соң несие немесе қандай да бір бағдарлама, соның ішінде нұрлы жерге қатысатын кезде ол депозиттерді бір адамға, яғни жаңағы несие рәсімдейтін адамға, немесе жаңағы бағдарлама қатысатын адамға оны табыстайды. Ең бірінші қадам. Депозитті табыстау үшін туысқандар арасындағы туыстық қарым-қатынасты құжат жүзінде дәлелдейді. Не так просто там сіз келдіңіз банкке, мынау менің ағам, мынау менің әкем деп бір-біріңізге бере бермейсіз. Міндетті түрде арнайы құжаттар бар. Сол құжаттарды көрсетіп, содан кейін барып сіз табыстай аласыз. Арғартай, банк шарттарына сәйкес табыстау күйеуі мен әйелі, әкесі, анасы, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, өгей аға, әпке, ата, әже, немерелер, бөлелер, жиендер, қайната, ене, осындай туысқандардың арасында табыстала береді. Яғни өздеріңіз білесіздер, қазақ 12 атаға дейін тарала береді. Сіз сол 12 атаның балаларына дейін ашсаңыз да болады. Кейін самый главный сол депозиттерді бір адамға біріктіріп жаңа табыстайтын кезде туысқанды қарым-қатынасты дәлелдейтін құжаттарды алып келу керек. Ол қандай құжаттар, достар? Құжаттар жеке куәлік, туу туралы куәлік, неке куәлік, некені бұзған жайында куәлік. Егер сіз жаңағы тұрмысқа шығып, мысалы, аты жөніңізді өзгертсеңіз, соны өзгерту бойынша анықтама, асырап алынғандарды растайтын құжаттар, тағы басқа көптеген құжаттар толып жатыр, достар. Сол құжаттарды сіздер алып келулеріңіз керек банкке. Міне, достар, көзіңізде ме шарттары? Енді сіздерге мысал жүзінде картинкамен мен сіздерге түсіндіріп берейін. Сонымен 1 секунд, достар. 1 секунд. One moment дей ма? Қалай дейді? Так, тақта дұрыс көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Сонымен енді қараңыздар. Міне, күйеуі, әйелі. Мысалы, мынау сіз дейік. Сіздің әйеліңіз. Сіздің әкеңіз, анаңыз бар. Соответственно, әйеліңіздің де әкесі, анасы бар. О кісілердің бауырлары бар да, яғни ағасы, інісі, әпкесі, қарындасы, жаңа нағашыларыңыз, нағашылардың балалары, бөлелеріңіз, сіздің туған бауырларыңыз бар. Туған бауырларыңыз, ағасы, інісі, қарындасы, о кісілердің балалары бар да, яғни о балалардан тараған балалары бар. Осындай үлкен жаңа семейный пакет ретінде депозит ашуға болады осындай туысқандардың арасында. Енді қараңыз, мысалы, сіз депозитті күйеуіңіз бен әйеліңіздің арасында қосқыңыз келді. Бұл жерде неке туралы куәлік керек. Неке туралы куәлік керек. Енді бауырларыңыздың арасында қосатын кезде туу туралы куәлік керек болады. Егер сіздің және бауырыңыздың жаңа жеке куәлікте аты жөндеріңіз, әкеңіздің аты бәрі сәйкес келіп тұрса, жеке куәлік жеткілікті. Енді қараңыз, мысалы, мына бауырыңыз сіздің әйеліңізге берейін деп тұр депозитті. Яғни жеңгесіне немесе жаңа келініне да. Онда бұрынғыдай емес жаңағы. Сізге өткізіп, сіз әйеліңізге өткізіп деген ондай жоқ. Қазір напрямую өткізуге болады депозитті. Мысалы, сіз келесіз, әйеліңіз келеді, бауырыңыз келеді. Мына бауырыңыз сіз арқылы депозитті сіздің әйеліңізге табыстай алады. Яғни бауырыңыздың туу туралы куәлік, сіздің туу туралы куәлік, неке туралы куәлікті көрсетті, мына әйеліңізге сіздің табыстай алады. Сол сияқты мына әйеліңіздің бауырлары да сізге әйеліңіз арқылы табыстай алады. Енді әкесі мен анасы арасында жаңағы туу туралы куәліктер керек болады. Мысалы, сіздің бауырыңыздың балаларының арасында да, мысалы, сіздің бауырыңыздың балалары сізге тікелей өзінің депозитін табыстай алады. Егер бауырыңыз сіздің дәл сол кезде банк бөлімшеден үшеуіңіз бірдей болуларыңыз керек. Яғни сіз бауырыңыздың баласы 18-ге толған. Мына жерде мен сіздерге қазір 18-ге толған азаматтарды айтып тұрмын. Олар тікелей жаңа туысқанды қарым-қатынасты дәлелдеп бір-біріне өткізе алады. Енді қараңыздар, достар, 18-ге толмаған балалардың арасында депозиттерді табыстау ол өте бір күрделі нәрсе десек те болады. Өйткені
семья заңы бар, жаңа отбасылық заңы, балаларды қорғау заңы бар. Егер сіздің балаңыз 18-ге толмаса, оны сіз тікелей өзіңізге табыстап ала алмайсыз депозитін. Ол үшін не істеу керек? Егер балаңыз 14 жасқа дейін болса, балалар үшін жаңа қамқорлық, қорғаншылық органына барып, яғни орган опека деп айтылады, солардан рұқсатнама алу керек. Егер сіздің балаңыз 14 жасқа дейін және 10 жастан 14 жас аралығында сіз өзіңіздің жаңа тұрғылықты мекен жайыңызда әкімшілікте жаңағы орган опекаға барып, ең бірінші қадамды солардан жаңағы журналдарына өтініш жазасыздар. Өтініш жазғаннан кейін егов сайты арқылы заявка бересіздер. Яғни мына орган опекадан жаңағы рұқсатнаманы алу үшін. Сонымен қатар, мысалы қараңыз, жаңа балаларға депозит ашқан кезде күйеуі заңды жаңағы несі болды, тұлғасы да, законный представитель болды. Егер сондай жағдайда мына әйелі нотариус арқылы рұқсатын береді. Ол нотариустың рұқсаты қазіргі таңда 4,000-4,500 теңге тұрады. Оның кейін барып егов сайтына кіріп, ЭЦП кілті арқылы орган опекаға жаңағы өтініш жазасыздар. Оның бәрін мен осы видеоның астында пошаговый инструкциясын қалдыратын боламын. Қандай тетіктерге басу керек, соны көрсетемін. Енді қараңыздар достар, 14 пен 18 жас аралығындағы балаға ешқандай орган опекадан рұқсат керегі жоқ. Енді қараңыздар, бұрын мысалы балалар 18-ге толмаса, ол балалар тікелей әкесімен анасына депозитін бере алмайтын. Ол кісілер через двоюродный дедушка, бабушка дейді, немере ата, немере аға, немере апа, сол кісілер арқылы ғана өзіне өткізіп алатын. Ал осы жолы, яғни 2020 жылдан бастап қателеспесем, ол кісілер кез келген үшінші адам арқылы, кез келген, мысалы, сіз өзіңіздің балаңыздың депозитін өзіңізге өткізгіңіз келді, бауырыңыз арқылы өзіңізге өткізсеңіз де болады. Әкеңіз бен анаңыз арқылы да өзіңізге былай өткізіп алсаңыз да болады. Немесе банк бөлімшесіне келдіңіз, ешкім жоқ, банкте жүрген бір салымшыны жаңағы рұқсатын сұрадыңыз, кешіріңіз, жаңағы біздің қасымызда жаңағы куәгер ретінде тұра тұрасыз ба деп, депозитті сол кісі арқылы сізге өткізіп береді. Яғни орысша айтқанда рикошетом ғой. Яғни ана кісіге жібереді да, жаңа танымайтын адам болсын, кез келген туысқаныңыз болмаса да сол кісіге жіберіп, одан кейін ол депозитті өзіңізге алып аласыз. Енді мынандай көптеген сұрақ туындауы мүмкін. Балам 18-ге толған жоқ. Депозит ашқан мен, ақшаны жинап атқан мен. Қалай сен етеді, мен жаңа балам депозитін тікелей мен өзіме ала алмаймын деген сияқты да. Достар, енді бәріміз заңға бағынуымыз керек. Басында айтып өткендей, жаңағы семья заңы бар, отбасылық заңы бар, балаларды қорғау заңы бар. Ол сол жерде балалардың мүлкі заңмен қорғалады. Сондықтан міне достар, бұл енді отбасы банкінің кішкене бір тапқан бір тетігі десек те болады, бір жолы десек те болады сіздерге. Достар, енді қараңыздар, тағы бір айта кететін мәселе. Егер сіз осындай отбасылық депозиттерді отбасы аясында біріктірсеңіз, мысалы белгілі бір бағдарлама, нұрлы жерге қатысам дедіңіз да. Мысалы қараңыз, мынау сіз, әйеліңіз, әкеңіз, анаңыз бар. Бүткіл депозиттерді біріктірдіңіз былай. Міне бір адамға да, яғни бағдарламаға қатысатын адамға біріктірдіңіз. Табыстадыңыз, тойыз. Табыстадыңыз. Бұл сізде уже өзіңіздің депозитпен қосқанда 4 депозит болады. Міне 4 депозит да. Енді сіз нұрлы жер бағдарламасына қатыстыңыз осы 4 депозитпен. Балдық жүйе осы бүткіл 4 депозиттің жаңа вознаграждениесі, опысы бәрі бірге есептелінеді. Кейін енді белгілі бір себептермен нұрлы жерден өтпей қалсаңыз, сіз мына 4 депозитті жаңа табыстаған 4 депозит қайтып сол кісілердің өзіне бере аласыз, өткізе аласыз, көрдіңіздер ма? Бұл кісілер ары-қаратай өздері ақша жинайды, солай мемлекеттік сыйлықақыны ары-қаратай жаңағы әр депозит алсаңыздар болады. Мемлекеттік сыйлықақы жайында мен алдында видео түсіргем, оны сілтемесін дәл осы жерде көретін боямын. Сол мемлекеттік сыйлықақы ота, доя жөнінде көрсеңіздер де болады. Бүгінгі тақырып достар осы, енді сіздерге толыққанды айттым деп үміттенемін. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар.